Армысыздар, ардақты ағайын. Есім менің Назира Сұлтан Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қойып жатқан лайктарыңыз үшін және менің каналыма тіркеліп жатқандарыңыз үшін баршаңызға рахмет. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Тілеген тілектеріңізді Раббым қабыл етсін. Ал енді біз бүгін Абайдың қара сөздеріне келетін болсақ, 27-ші сөзге келіп тоқтадық. Сол 27-ші сөзбен жалғастырамыз. Сократ хакімнің сөзі. Бір күні Сократ хакім бір Аристотем деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбәрәкка уа тағалаға құлшылық қылмақ турасында айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй Аристотем, ешбір адам бар ма, сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты, дейді. Ол айтты, толып жатыр Хазірет, бірінің атын аташы, дейді. Гомерге бәйітшілігі себепті, Софоклге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік, Зевксиске суретшілігі себепті таңырқаймын, деп соған ұқсаған неше онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайыптануға лайықты? Жансыз, ақылсыз, құр пішінді жасайтұғын суретші ме, я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты, өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп, бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбіреуінің пайдасы анық білінбейді, сонының қайсысын хикмет көресің дейді. Әрине әшкере пайдаға бола жаратылғаны хикмет десек керек деймін дейді. Жә, олай болса адамды жаратушы Хауси Хамса Захри бергенде тахих ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өз нәзіктігінен керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден ұшқыннан қаға берсін болу үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән, ешбірінен ләззаттанып хабар ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жиіркенерлік жері бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп істелгендігіне дәлел емес пе? Депті. Сонда Аристотем тахик ойлап тексергенде адамды жаратушы артық хикмет екендігіне һәм махаббатпен жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда және не ойлайсың? Хамма мақлұқатты жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде уахамма мақлұқаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақшылығын тілеп, ижтихат қылуын көргенде өсіп өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Солардың бәрін жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандығы һәм мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейді. Ей Аристотем, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа ақыл жоқ деп ойлайсың? Деді. Адамның денесі өзінің жүрген жерінің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысында емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғалымды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді, келісті көрімдігіне һәм қандай лайықты жарыстықты законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмайтұғының көресің. Бұлардың бәріне таңғажайып қаласың. Һәм ақылың жетпейді. Осылардың бәрі де кез келгендікпен бір нәрседен жарылған ба? Яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма?
Егер ақылменен болмаса, бұлайша бұл есебіне, өлшеуіне, ой жетпейтұғын дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып, һәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пенденің ақылына өлшеу бермейтұғын мықты көркем законге қаратылып жаратылды дейді. Ол айтты: Тахик, бұл айтқаныңның бәрі рас, жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады дейді. Ей Аристодем, қате айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіңе де ұстаз керек пе? дейді. Аристодем айтты: ол менің қамымды жейтұғынын мен қайдан білем дейді. Жә, олай болса, хамма мақлұққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын артын осы күнін үшеуін де тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын осы күнінде болдыр біледі. Алдыңғы күнін тексермекке тіптім жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып, тік тұрып, дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты һәм өзге хайуандарды қолданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғыңа сеніп жүр, бір өзіңдей хайуанды қолданарлық лайығы жоқ. Адам өз-өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша даркерлік, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік салахият ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шаһар жасап, құрал жасап, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үрдісінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғажайыппен жасалған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны хикметпенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма? депті.